Саламатсыздар ма? Авиценна көпсалалы медициналық колледждің студенттері, хирургия, акушерия және педиатрия кафедрасының Эскулап үйірмесінің жетекшісі Карибаева Айгерім Әлімбайқызы. Эскулап үйірмесінің тақырыбы қан кету. То үйірмемізге 15 студент алынды. Олар фармация, мейірбике ісі, стоматология, фельдшер топтарының студенттері. Үйірмемізде қан кетуді тоқтату, қан топтарын анықтауды үйрендік. Қазір сіздерге студенттер алған біліммен бөліседі. Мен сіздерге қан кету түрлеріне анықтама беретін боламын. Қан кету дегеніміз зақымданған қан тамырларынан қанның құйылуы. Қан кету түрлері артериялық, веналық, капиллярлық болып бөлінеді. Артериялық қан кету қанның шамадан тыс көп ағуымен сипатталады, және ол көпіршік тәрізді аққызыл түстес. Веналық қан кету дегеніміз қанның баяу түрде қара түсті болып ағуы. Капиллярлық қан кету қанның аз-аздан баяу түрде қаны қызыл болып ағуын айтамыз. Бүгін бізде қан тоқтату тәсілдері. Қан тоқтату тәсілдерін бастамас бұрын біз бірінші 103 нөміріне хабарласып аламыз. 103 хабарласып алғаннан кейін біз өзіміздің стерилді таңғышымызды жараның үстіне қоямыз. Оның жараның үстіне қоймас бұрын бізде жарамызды менше белгілеп аламыз. Ол қандай жара, ол венадан ағып жатқан қан немесе артериядан ағып жатқан қандығын белгілеп алуымыз керек. Артериядан ағып жатқан қанымыз бізде ақшыл, қызыл түсті және көпіршікті болады. Ал венадан ағып жатқан қанымыз бізде қою қара түсті болады және баяу ағатын болады. Бізде бұны белгілеп болғаннан кейін жарамыз үстіне стерилді мақташамыз бинтімізді қойып, оның үстінен таңамыз. Бізде таңып жатқанда астына жоғарына қарай таңамыз. Бізде мейлінше жайлап істеуіміз керек. Жарамыз таңғанда бізде астына тұру керек таңған жеріміз. Өйткені жараның үстіне қатты болады. Жараның үстіне істеп болғаннан кейін тізе үстінен өзіміздің жүгітімізді байлаймыз. Жүгітіміз мейлінше қаттылау байлану керек. Қан өтпеу керек. Және біз бұны байлап болғаннан кейін бізде уақытымызды белгілеп қоямыз. Өзіміздің байлаған уақытымызды осы жерге қыстырып, ол түсіп қалмайтындай болу керек. Және тіземіздің астынан пульсімізді анықтап алуымыз керек. Пульс бізде болмау керек. Бұны істеп болғаннан кейін біз ең соңында жүгіттің астына өзіміздің жастықшамызды қоямыз. Өйткені жара более төберек тұру керек. Осымен біздің іс-қимылымыз аяқталды.